Неге? Өйткені біз намазымызды, құлшылығымызды, сол сияқты барша ізгі амалдарымызды, осы Рамазандағы ізгі амалдарымызды, сауапты істерімізді біріншіден уақытты бекерге өткізбей, шамамыз келгенше барынша пайдалы өткізуге әрекет қылсақ. Екіншіден, бір кемістік жіберуден, бір нұқсандық жіберуден, бір сауаптан, қолымыздан келетін сауаптан мақрұм қалуымыздан қорқатын болсақ, уайымдайтын болсақ, және де осы Рамазандағы құлшылық ғибадатымызды барынша қуанышпенен, барынша рахатпенен, барынша бақытты болу сезімменен ләззаттанып құлшылығымызды орындайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәтижесінде ғуфира лаху ма тақаддама мин замби. Ондай адамның дейді, осылайша Рамазан айын өткізген адамның дейді, бұрынғы өткен барлық күнәлары кешіріледі екен.